комнате с приглушенным светом нас двое. И твоя чистота — это все, на что я настроен. Үнемі трендте жүрге ұмтылатын Айнұр Нұрсейітова әйгілі брендтердің әр таныстырылымын қалт жібермейді екен. Ғаламтор арқылы жаңа коллекцияларды майшаммен қарап, содан кейін ғана тапсырыс беремін дейді блогер. Инстаграмда қарап жатам, не қазір шықты, қандай новинкалар бар деп. Сонда енді өзіме қатты ұнап жатса, енді бар ғой трендте, бірақ та бұл модны екен, бірақ саған жараспайды, саған ұнамайды, енді ондай нәрселерге мен көңіл бөлмеймін. Жүрегімде ашылған гүлсің, нұр шуағы шашылған күнсің, оралды көңіл көктемі. Ал Әлішер Кәрімовтың киімге келгенде талабы мен қалауы жоғары. Әнші мейлінше қымбат әрі сәнді заттарды тұтынуға тырысады. Оның ең сүйікті бренді Dolce Gabbana. Ілініп тұр киімдерім барлығы Dolce Gabbanaдан 3 лук дейміз ғой, 3 выходқа, аяқ киімнен бастап бабочкаға дейін. Я барлығы Dolce Gabbana сондай. Ал XEQ-лық Esco бренд пен тренд қолайтындардың қатарынан емес, әнші киімді бағасынан бұрын сапасына қарап таңдайды екен. Ондай тренд қойып, мұнаны алу керек екен деген не жоқ, өйткені біз поколение X біз ба, W біз ба сондаймыз қандай. Өзінің бір определенный жылдардың бір поколениясы бар. Ал 2006-2005 қазіргі уақыттың жастары поколение Z. Яғни трендті қуалайды, қазір не модны болып жатыр деген сияқты сондай нәрсені қуалайды. Мен ол уақыттан өтіп кеткен сияқтымын, және маған қызық емес. Сондай-ақ бренд құмар жұлдыздар қатарында Баян Алагөзова, Ерке Есмахан, Назима Білдина да бар.